Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен влог түсіремін. Сіздерге қызықты болады деп ойлаймын. Мен мектептен келдім, және біздің класс жетекшіміз жаңа ертеңгі расписаниені жіберді. Қазір үй жұмысын жасау керекпін. Және де бізде пятидневкадан енді шестидневка болатын болды, яғни 6 күн бойы оқитын боламыз, өкінішке орай. Сондықтан ертеңгі үй жапсырмасын жасаймын қазір. Ертең бізде 6 сабақ болады, ол информатика, әдебиет, география, ағылшын, сосын тәрбие сағаты, сосын дін тану деген сабақ болады, бірақ оның кітабы жоқ менде. Мына менің рюкзак, менің сөмкемде не бар деген видео қалайсыздар ма? Егер де қаласаңыздар, онда осы видео лайк басып кетіңіздер. Үй жұмысын бітірдім. Ура, наконец-то мен үй жұмысын бітірдім. Менде әзірге ешқандай пландарым жоқ, сондықтан телефонды қарап отырам, видеоға идеялар іздеймін. Ұнаған идея болса, мүмкін тіпті видео түсіріп қалатын да шығарым. Мен жаңа инстаграмды қарадым кішкене, содан тиктокты қарадым, бірақ ешқандай идея таппадым, және түсіруге желание болмай кетті, сондықтан мен қазір сырники дайындайтын боламын. Кеттік! Біз ас үйге келдік, және мен қазір сырники дайындаймын. Сағат кешкі 5 болды. Және де менің киіміме, шаш үлгіме ешқандай мән бермей қойыңыздар. Міне жасап болдым. Сосын ортасына міне қаймақты құйып қойдым. Дәмді бол шықты. Тамақтанып отырсаңыздар, астарыңыз дәмді болсын. Мен біреуін қазір жеймін. Кешкі аста менің жасаған сырниктерім де дайын болды. Қазір басқа істейтін шаруам жоқ қазірге. Сондықтан менің досым маған кеңес берген дораманы қарайтын болам. Алые сердца коре деп аталама, солай. Есімде нақты жоқ, қазір Google-ға кіріп көрем, бірінші сериясы ұнаса, басқа серияларында қарайтын боламын. Мен жаңа бірінші сериясын қарап бітірдім, маған ұнайды деп ойламадым, бірақ бірінші сериясынан кейін қызық болып кетті. Қараңыздаршы, қандай әдемі. Мен шашыма мән бермей қойыңыздар. Күшті. Мен сіздерге влогты жалғастырып тұруге ұмытып кеттім. Мен дораманы бірінші сериясын қарап бітірдім де, содан кейін үйді жинадым, полис ұстадым, ол қызық емес еді. Содан жаңа маған апам кітапханадан осы кітапты алып келді, «Махаббат қызық мол жылдар» Әзілхан Нұржайықовтың. Осы кітапты оқып бастайын деп шештім. Соны қазір оқимын. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін менің влогымның екінші күні, сағат қазір 7:30 болды. Көріп тұрғандарыңыздай мен мектепке жиналып алдым. Және де кішкенеден кейін шығам, мектепке барам. Бүгін дала салқын екен, кеше жылы болды. Менің ісік кеткен бетіме, көзіме ешқандай мән бермей қойыңыздар. Себебі таңертеңгісін менде сондай болып тұрады түрім бәрі. Айтпақшы бізде мектептің тек қана 9-шы, 10-шы, 11-ші кластар ғана мектепте. Себебі тек қана осы бізде ғана шестидневка, қалғандары бәрі пятидневкамен оқиды. Ал біз сенбі күні сабаққа келіп жүреміз осылай. Мектепте тірі жан жоқ қой, вообще. Мәзін күштіген бәрін көріп аласың. Бүкіл кабинеттер бос, соны естіп жүресің. Экскурсия мектеп бойынша.
Мына жақта күшті свет шығып тұр. А где? Күшті да? Мынау біздің актовый зал. Ана не күшті, қараш. Дария, На диван, привет. На диван күшті. іші пісіп жүрген адамның ісі осындай болады. Бүкіл мектепті аралап. Диван. Десең? Сөртке түрем отыр. Екінші сабақ бітті. Және қазір сабақ болады. Бәрі шулап Бізде қазір ағылшын сабақ болады. Мынау біздің ағылшын кітабымыз. Сосын мынау ойыншық. Десең? Вадина хочет подарить мне свои наклейки. Не хочет. У меня она выпросила. Ладно, давайте кактус сартандай қайсы. Прикольно. Как мастер могу посоветовать. Чехолға наклейка тапсырамыз. Но меньше. Давай. Ой. Менің класстастарым дауысы үшін кешірім сұрайды. Бізде тәрбие сағаты болып жатыр. Өлдір привет деш. Солай. Бірақ тесіл қарағым. Давай ел. Сабақ бітті. Мы идем в Ансе начать свой урок. Сабақ бітті. Сабақ бітті. Пока. Сабақ бітті. Біз қазір магазинге бар жатыр. То есть мен қаймақтан да батырық. О, осыны аламыз. Как интересно. Мен жаңа сабақтан келдім. Және де мен магазинге барған себебі мен қазір торт жасап көргім келіп тұр. Кеше Инстаграмнан бір күшті бір рецепт тауып алдым, соны жасап көремін қазір. Және де бізде сабақтың 6 сабақ болу керек. Бүгін негізі бірақ 4 сабақтан жіберді, білмеймін не екен. Сол қуаныштымын, 4 сабақтан келдім. Қазір сол торттары жасаймын. Бүгінгі күнге жоспарларым сол қазір торт жасап көру. Содан кейін Инстаграмға видео түсіретін шығармын, ал кейіннен үй жұмысын жасаймын. Әзірге осы, мүмкін менің жоспарларым өзгеріп кететін де шығар. Не дайын болды. Осындай болып шықты. Ал енді қазір үй жұмысын жасаймын. Мынау менде дүйсенбі болатын сабақтар, сосын дене шынықтыру болады, бірақ әлі сабақ тұрақталған жоқ. Бірақ дегенмен де осы болуы мүмкін, сондықтан осы сабақтардың үй жұмысын қазір жасап тастаймын. Жасап бітірдім, содан кейін уборка жасап тастадым үйге. Және де қазір мен кітап оқитын боламын. Күн батып жатыр, кішкене қараңғылап келе жатыр. Мама сарқыта келді.
Вот, еще тортик деп сіздерді қызықтырып қояйын ба. Осымен менің влогым аяқталуда. Лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.